Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Нұржан Мырзабеков, Форекс трейдер. Алдыңғы сабақтарда айта кеткендей, жалпы бүгінгі сабақты техникалды анализға арнайтын боламыз. Ең бірінші техникалды анализ түсіну үшін бізге маркеттің құрылысын түсіну керек. Сондықтан бүгінгі сабақ маркет құрылысы. Мұнда көріп отырғандарыңыздай паунд доллар графигі және 15 минуттық график. Ендігі маркеттің құрылысы деген не? Маркеттің құрылысы деген мында сызықшалармен сіздерге қазір көрсете кетейін. Яғни маркет стандартты жағдайда жалпы ол төменге қарай кетіп бара жатса да, жоғарыға қарай кетіп бара жатса да, бір қандай да бір өзінің стандартты қозғалысы болады, маркеттің құрылысы деп аталады сол. Мында көріп отырғаныңыздай төмен жоғары, төмен жоғары. Жалпы маркеттің бағыты төменге қарай, бірақ өзінің осындай құрылысы болады. Енді оны барлығын сіздерге қарапайым сызықшалар ретінде көрсетейін. Мына жерге дейін маркетті алып тастайық. Енді міне тек қана сызықшалар қалды. Мұнда қарап отырсаңыздар, жалпы маркеттің құрылысы түсінікті бола бастайды. Яғни мұнда төмен жоғары, төмен жоғары. Бірақ төменге қарай маркеттің құрылысы бұзып, соны төменге қарай жалпы бір қандай да стандартты қозғалыста қозғалып жатырғанын көріп тұрсыздар. Енді осыны талдайық бірге. Біздің жағдайда мына маркет, яғни нарығымыздың бағыты төменге қарай, төменге қарай болғандықтан сәйкесінше оның құрылысы төменге қарай және жоғарыға қарай жалпы бағытта оларды кездеседі. Нарық болғасын, оның бағыты сәйкесінше осындай жоғары деген өзінің структурасы, яғни құрылысы болады. Ендігі осы құрылыстарды жалпы жақсырақ түсіну үшін осы екі жағдайды алайық, себебі маркеттің осындай екі жағдайда қозғалатынын білеміз әрдайым, жоғары немесе төменге бағытта. Жалпы нарықты түсіну үшін осы ең басты маркеттің құрылысын түсіне білген жақсы. Міне сәйкесінше мына құрылыс жоғарыға қарай бағытталса, мына құрылыс төменге қарай бағытталған. Енді бұл құрылыстарды талқылайық және түсінуге тырысайық бірге. Ендігі бірінші кезекте төменге бағытталған құрылысты талдап көрейік. Жалпы трейдингта өзінің терминологиясы болады, яғни сол құрылысқа арналған lower high. Lower high дегеніміз, яғни төменгі бағыттағы жоғарғы пайда болған деңгей. Мен мұнда қысқаша жаза кетейін, төменгі бағыттың жоғарысы деп. Сонымен қатар екінші деңгейі бұл lower low деп аталады ағылшын терминінде, яғни төменгі бағыттың төменгі деңгей, жаңадан пайда болған төменгі деңгей немесе. Енді сіздер сұрауларыңыз мүмкінсіздер, қай деңгейлер ол төменгі бағыттың жоғарысы және төменгі бағыттың төмені деп. Яғни мына бағытта төменге қарай кетіп бара жатырған нарықтың бағытында біз осы екі терминді қолданамыз, яғни lower high, lower low, яғни төменгі бағыттың жоғарысы, төменгі бағыттың төмені. Әр нарықтың төменгі бағыттың жоғарысын барлығы lower high болып саналады, мында көріп отырғандарыңыздай, және де сәйкесінше оның төменгісі lower low, төменгі бағыттың төмені болып саналады. Оның барлығын қазір түсіндіре кетемін, неге екенін.
Енді біз айтқандай нарықта тек қана төменге бағытталмайды, жоғарыға да бағытталады, сондықтан жоғарғы бағытталайық. Сосын бұның өзінің жоғарғы бағыттың сәйкесінше өзінің терминологиялары болады. Төменгі бағыттың lower high, lower low деген сияқты терминологияларына қарама-қарсы бұда higher high және higher low дегенгі терминологиялар кездеседі. Яғни мұнда low ағылшын тілінен аударғанда төмен, high ағылшын тілінен аударғанда жоғары деген жалпы түсінік. Ендігі төменгі бағытталған графикке керісінше біздің мына жоғарыда тұрған графигіміз жоғарыға бағытталғандықтан барлығы хайға өзгереді, яғни жоғарғы бағыттың жоғарысы және жоғарғы бағыттың төмені болады. Енді мұнда көріп отырғандарыңыздай жалпы түсінік бойынша әр толқын сайын, яғни осындай жоғарғы бағыттың жоғарысы толқын деп алатын болсақ, әр жаңа толқын пайда болған сайын ол жоғарғы бағыттың жоғарысы жаңағыдай жаңа жоғарғы бағыттың жоғарысы болып өзгере береді. Яғни біз ескі жоғарғы бағыттың жоғарысын жалпы қарамауымызға болады. Яғни бізде жаңа жоғарғы бағыттың жоғарысы мен жоғарғы бағыттың төменгі деңгейі болады. Сол деңгейдің арасында бізге жаңағыдай трейд позиция ашуға, жалпы маркет жаңағыдай нарық қай деңгейде, қай бағытта кетіп бара жатырғанын, бағытын өзгертті ма, өзгерткен жоқ па деген түсініктерді жалпы бізге осындай маркеттің құрылысы. Ендігі кезеңде біз break of structure деген терминді талқылайтын боламыз, яғни не туралы деген сияқты. Мына жерде сызық біздің жалпы структураның бұзылғанын көрсетеді төменге қарай. Lower low, lower high болды, және де төменге қарай break of structure арқылы, яғни структураның бұзуы арқылы бізде жаңадан lower low пайда болды. Яғни бізге маркеттің жалпы төменге бағытталған туралы айтады. Ол үшін бізде бір критерия болу керек, яғни біздің ескі lower high'ымыз, яғни төменгі бағыттың жоғарғы деңгейі бұзылмауы керек. Ол бұзылатын жағдайда бізге бағыттың жалпы өзгергені туралы айтылады. Ал егер осы деңгейде төменге қарай жаңа төменгі бағыттың төмендері, яғни lower low, lower low, lower low пайда бола берсе, біз бағыттың жалпы төменге қарай екенін түсінеміз. Ал егер де біздің бұрынғы lower high'ымыз бұзылған жағдайда біздің жалпы бағыт өзгерген деген түсінік пайда болады. Мында көріп отырғандарыңыздай міне break of structure деп белгілеп кетіп жатырмын. Яғни ағылшын тілінен аударғанда break of structure бұл структураның жалпы бұзылуы, яғни құрылыстың бұзылуы деген мағынаны білдіреді. Дәл солай сияқты жоғарғы бағытта бізде төмен пайда болмайды, енді жоғарғы бағыт болғандықтан, яғни жаңа жоғары бағыттың жоғарысы пайда бола бастайды, жоғарғы деңгей жаңадан. Мына жерде көріп отырғанымыздай higher low емес, higher high пайда болып бастайды қайта-қайта. Бірақ егер де higher low'ымыз бұзылған жағдайда біз бағыттың жалпы төменге қарай өзгеріп бара жатырғанын түсінуімізге болады. Сондықтан осы екі бағытты түсіне білген жақсы, құрылысқа байланысты өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Жалпы осы ең базасы деп айтсақ болады, құрылысты түсініп білу керек трейдинг бастамас бұрын. Ендігі мында көріп отырғандарыңыздай бағыттарды белгілеп қойдым.
Енді басқа жағдайды көрейік, яғни төменгі бағыттың немесе жоғарғы бағыттың төменге қарай өзгеруін көрейік. Яғни change of character дейді, яғни маркеттің бағытын өзгертуі жалпы. Қазір сол жағдайды қарап көрейік. Мен мұнда бірінші графикті формат ретінде алайын. Соңынан жалпы структураны өзгертіп сіздерге мысал ретінде көрсететін боламын қазір. Мына жерге жаңа higher high деп қояйық, себебі біздің ескі higher high-іміз, яғни жоғары бағыттың жоғарғы деңгейі бұзылды, break of structure көрінді. Енді бізде higher high пайда болғандықтан higher low-ымыз мына деңгей жаңағыдай төмені болып есептеледі. Енді маркет біздің higher low-ымызды мына жерде көріп отырғанымыздай жарып өтетін болса төменге қарай осы жерден мына higher low-ды жарып өткен болып саналса былайына. Сондай-ақ бізде жаңа бағыт пайда болып жатырған, жалпы бағыттың керіс өзгеріп жатырғанын білуімізге болады. Мына жерде change of character дегенді қандай, себебі маркеттің бұл характерін өзгерту, яғни бағыттың өзгерту. Ал break of structure болған жағдайда бұл маркет бір деңгейде кетіп бара жатырғанын айтады. Ал change of character дегені жалпы техникалық тұрғыда ол да структураның бұзылуы болып саналады, бірақ бағыттың өзгеру болып саналады. Мына терминологияларды жоғарыға қарай алып алайық, сіздерге түсінікті болу үшін. Ендігі жағдайда көріп отырғандарыңыздай, біздің бағытымыз төменге бағытталғандықтан, яғни жаңадан төмен бағыт пайда болғандықтан, low, яғни бірінші төмен деген, артынан төменгі бағыттың төмені пайда болады. Мына жерде lower high деп қойдым, артынша lower low деп өзгерттім. Себебі бұл төменгі бағыттың төмені, жаңадан пайда болған төмені. Біз higher low демейміз, себебі біздің higher low-ымыз бұзылып, жаңадан lower low пайда болды. Артынша маркет өзінің характері бойынша, өзінің бағыты бойынша осындай төменгі характерда бағыттар жасай бастайды, яғни осындай lower low, артынша higher low, lower high пайда бола бастайды. Қателесіп кеттім. Lower low, lower low, lower high, яғни жалпы характері барлығы low-ға өзгереді, яғни төмен деген мағынада. Одан бері жалпы біз higher-мен келе жатырған болатынбыз, яғни жоғарғы бағытта. Артынша маркеттің характері өзгеріп, мына жерде break of structure пайда болып, сондай-ақ нарық өзінің төменге қарай бағытталып жатырғанын бізге көрсетіп жатыр. Ендігі шынайы нарыққа келгенде жаңа алған мысалымызды алға қарай жүргізейік. Яғни мұнда көріп отырғандарыңыздай маркеттің структурасы, яғни құрылысы осындай жоғары төмен, яғни жаңадан төмен құрылыс пайда болып, жалпы бізге бағыттың төменге екенін көрсетеді. Жаңағы біздегідей мысалдағыдай сызықшалар ретінде идеалды түрде болмайды, осындай шашыраңқы түрде болады, бірақ маркетті оқи білу, түсіне білу өте маңызды. Сондықтан осындай етіп
жалпы сызықша ретінде өздеріңізге түсінікті етіп алсаңыздар, бұл маркетті түсіну өте оңай болады. Маркет ол әр кезде өзгеріп кетуі мүмкін, сондықтан сіздерде өзгеруге дайын болуларыңыз керек. Сау болыңыздар, көп рахмет. Келесі сабақта